Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз әскерге шақырудан бас тарту немесе кейінге қалдыру туралы егов сайтына тіркейтін боламыз. Үй жағдайында ноутбук арқылы бізге интернет, ноутбук керек болады. егов сайтына кіреміз. Алғашқы қадамымыз. Және де бізде мына жерде әскери есеп және қауіпсіздік деген батырманы басатын боламыз. Бізде осылай шығады. Азаматтарды әскери қызметке шақырудан босату батырмасын басамыз. Және мұнда электронды лицензиялау порталында онлайн сұраныс жібереміз. Менде интернет өте баяу жұмыс жасап тұр. Басқа да пайдалы ақпараттарды ең алғашқы болып көргіңіз келсе, міндетті түрде каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыз. Бізде осындай парақша ашылатын болады. Біз бұл жерден жоғары жақта тіркелу батырмасын басамыз. Тіркелу түрін таңдаймыз. Бір реттік код немесе ЭЦК көмегі арқылы электронды ключ және батырмасын басып әрі қарай. Бұл жерде өзіміздің ЖСН-імізді, электронды почта мекен жайымызды және парольді жазып жалғастыру батырмасын басатын боламыз.